Бүгін біз актер әрі тележүргізуші Нұрлан Қоянбаев жайында айтатын боламыз. Туған күні 17 жылындағы шілденің 19 күні, 1979 жылы 19 шілдеде. Туған жері Шиелі ауданы, Қызылорда облысы, Қазақстан. Мамандығы тележүргізуші, актер, продюсер, креативтік директор. Білім. 1996-2000 жылдары Қазақ ұлттық университеті, Әл-Фараби атындағы тарих факультетінде оқыған. 2009-2011 жылдары экономика және құқық академиясында қаржы және несие факультетінде білім алған. 2012-2015 жылдары Әл-Фараби атындағы КазУ-да халықаралық қатынастар мамандығы бойынша магистратураны тәмамдаған. Ерекше кезеңдер мен оқиғалар. Телевизия және продюсерлік. 2017 жылдың 9 ақпанында Нұрлан Қоянбаев Ауыр-түрік Қазақстан бас продюсері болып тағайындалды. Бұған дейін ол КВН командасында болған, мысалы, Астана Кз және Қазақи. 2022 жылы ол телерадио комплекске президенттік тапсырыспен қр президентінің телерадио комплексі креативті директор болып тағайындалды. Қоғамдық қызмет. 2024 жылдың 1 шілдесінде Түркістан облысы әкімінің креативтік индустрияны дамыту бағытындағы штаттан тыс кеңесшісі болып тағайындалды. Кейінірек 2025 жылдың наурызында ол ұлттық құрылтай құрамынан шықты. Жай оқиғалар, қызықты деректер. Bir жазда Түркістан облысында қауын қарбыз сатқанын өзі айтып берді. Канн кинофестивалінің қызыл дорожкасында жүрген. Телевизиядағы танымал бағдарламасы түнгі студияда. Театр мен музыка өнері жолындағы қатысы. Нұрлан Қоянбаев негізінен телевизиялық, кинематографиялық салада танымал болғанымен, музыка және театр салаларымен де жанама байланысы бар. Ол тележобалар, шоу бағдарламалар арқылы өнердің әр түрлі түрлерін насихаттайды. Мысалы, түнгі студияда бағдарламасында әншілермен кездесулер. Продюсер ретінде фильмдер түсіруде және өнер индустриясындағы креативтік бағыттың дамуына қатысады. Бұл театр және концерттік өнерге жанама әсер етеді. Қызықты факт. 2023 жылы оның қатысуымен Kazakh Business in Brazil сияқты фильмдер түсірілді. Назар аударуға лайық ерекшеліктер. Оқудан бастап телевизияға дейінгі жолы, тарих факультетін тәмамдап, кейін қаржы, несие, халықаралық қатынастар бойынша білім алған. Бұл оның әр түрлі салаларда сөйлеу, жобалар құру қабілетін күшейткен. Комедиядан басталған, КВН-ден, комедиялық жанрдан, бұл оның сахнада, экранда өзін еркін сезінуіне көмектескен. Өнер индустриясының ішкі жағынан белсенді, тек көрермен емес, әрі продюсер, әрі директор, әрі қоғамдық қызметкер ретінде қызмет еткен. Қызықты өмір сүру сәттері, мысалы, саудамен айналысу дерегі, бұл оның қарапайым өмірден алыспайтынын, ерекше жолмен де тәжірибе жинайтындығын көрсетеді. Кинофильмография. Ол продюсер әрі актер ретінде танымал. Қазақша бизнес Түркияда, Kazakh Business in Turkey атты комедияда да жұмыс істеген. Соған дейін қазақша бизнес Үндістанда, Kazakh Business in India 2022 фильмін продюсері ретінде шығарған. Жаңа туынды бағытында I Go to School атты фильм түсірілу үстінде екені хабарланған. Оның кино индустрияға белгілі уақытша үзіліс кейін қайта оралғаны туралы да ақпарат бар. Сондай-ақ әлеуметтік желіде бір фильмде жалаңаш жүргені қоғамның ашуын туғызғаны туралы ақпарат та кездеседі. Театр өнер жолы. Театр жөнінде қазір нақты Нұрлан Қоянбаевтың басты рөлі бардығын растайтын көп ақпарат жоқ. Мысалы, режиссерлік спектакльдер тізімі. Бірақ ол өнер индустриясында продюсер әрі креативті директор ретінде белсенді жұмыс істейді. Мысалы, 2022 жылы ол телерадио комплекс президенті, креативті директоры болып тағайындалған. Бұл оның театр мен өнер жобаларын ұйымдастыруда, мәдени саладағы басқарушылық қызметтерде де қатысып келе жатқанын көрсетеді. Музыка қосымша ақпарат. Музыка саласында Нұрлан Қоянбаевтың жеке әндері бар екені де айтылған. Мысалы, осы шақ, соңы емес атты тректер. Сонымен бірге ол әлеуметтік жобалар мен мәдени флешмобтар ұйымдастырып жүреді. Мысалы, Кәзаламе хештегімен конкурсты жариялаған. Балалық және алғашқы қызығушылық. Нұрлан 1979 жылы 19 шілдеде Қызылорда облысының Шиелі ауданында дүниеге келген. Мектеп кезінде ақ сахнаға, әзілге және көпшілік алдында сөйлеуге ерекше бейім болған. Достары арасында әзілғой, көңілді бала ретінде танылып, мектепшілік концерттер мен КВН-ге жиі қатысқан.
Студенттік жылдар мен КВН дәуірі. Ол Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің тарих факультетінде оқып жүргенде КВН ойындарына қатыса бастайды. Университет қабырғасында жүргенде КВН Астана КИЗ және кейін Казахи командаларының белсенді мүшесі әрі капитаны болған. Дәл осы КВН арқылы ол бүкіл елге танылып, сахналық мәдениет, актерлік шеберлік, импровизация, әзіл жазу және көпшілікпен жұмыс істеу дағдыларын дамытты. Қызықты факт, КВН кезінде ол Тұрсынбек Қабатов, Әбдірахман Әлқожа және басқа танымал комиктермен бірге ойнаған. Кейін олармен бірге қазақстандық комедия индустриясын дамытқан тұлғалардың бірі болды. Телевизияға келуі. КВН-дегі жетістіктерден кейін Нұрланға тележүргізуші болуға ұсыныс түсті. Алғаш рет елге танымал болған жобасы түнгі студияда Нұрлан Қоянбаевпен ток-шоуы. Бұл бағдарламада ол шетелдік форматтағы кешкі ток-шоуларды қазақ аудиториясына бейімдеді. Бағдарлама арқылы ол тек жүргізуші емес, продюсер, жоба автор ретінде де таныла бастады. Кино саласына өтуі. 2016 жылы қазақша бизнес фильмі жарық көрді. Бұл оның продюсер ретіндегі үлкен серпілісі болды. Фильм халық арасында аса танымал болып, кейін бірнеше сиквелдер, қазақша бизнес Африкада, қазақша бизнес Түркияда, қазақша бизнес Үндістанда түсірілді. Бұл серия арқылы ол қазақстандық кинематографияға комедия жанрын жаңа деңгейге көтеріп, үлкен аудитория жинады. Қоянбаев продюсер ретінде шетелдік елдермен бірлескен түсірілімдерге қатысып, қазақстандық киноны халықаралық нарыққа шығарды. Өнер әлеміндегі орны. Театр сахнасында көп ойнамағанымен, ол телевизия мен кинодағы актерлік шеберлігімен заманның ең танымал шоумендерінің бірі атанды. 2022 жылы қр президенті телерадио комплексінің креативті директоры болып тағайындалды. Бұл оның шығармашылықтан менеджментке дейінгі жолының дәлелі. Нұрлан Қоянбаев өнер жолына табиғи дарын, табандылық және КВН-нен басталған сахналық тәжірибе арқылы келді. Ол қазақ эстранасындағы әзіл мен кинематографияны біріктіріп, ұлттық мәдениетті заманауи форматта көрсетуге үлес қосқан тұлға. Нұрлан Қоянбаев әйелі Әйгерім Қоянбаева. 2022 жылы отбасыға тағы бір бала қосылғаны хабарланды. Отбасы тағы бір сәбимен толықпақ деген тақырыппен жаңалық шықты. Қоянбаев отбасы туралы сұхбаттарда жұбайына үй тірлігіне көмектесемін деген сөз айтқан. Қызықты фактілер. Нұрлан бір сұхбатында бір әйел жетеді деп, екі әйел алуға қатысты пікір білдірген. Оның штаттан тыс кеңесші қызметіне тағайындалған туралы ақпараттар бар. Отбасы емес қызметке қатысты, бірақ жеке өмірге әсер етуі мүмкін. Нұрлан Қоянбаев алғаш рет отбасы туралы айтқанда: "Бүгінгі жетістігіме ата-анамның арқасында жеттім. Әсіресе анам бала күнімнен жан-жақты білімді болып өсуім үшін бар жағдайды жасады" деді. Бұл сөздер оның өнер жолына ата-анасының қолдауы өте маңызды болғанын көрсетеді. Екі анасының рөлі айқын. Анам кішкентай кезімнен неше түрлі үйірмелерге жаздыратын. Баскетболға да қатыстырды, басқа да үйірмелерге жазған. Шиелге қанды газет-журнал келсе, соған жаздыратын. Үйге келген соң оқитынмын деп ол сұхбатында айтқан. Бұл балама білім беру, өнер спорт саласына мүмкіндік жасау тұрғысынан ата-ана қолдауының нақты мысалы. 3 отбасы құндылығын бірге жүзеге асырған сәт. 2022 жылы Нұрлан Қоянбаев ата-анасымен бірге кіші қажылыққа аттанған. Бұл отбасы мүшелері арасындағы сыйластық, бір-біріне құрмет пен қолдау бар екенінің белгісі. Осылайша ата-анасының рухани жағынан да қолдауы барша. Ата-анасының, әсіресе анасының білімге, өнерге, спортқа баулуымен және баласының дамуына жағдай жасауымен Нұрлан Қоянбаев өз айтқандай жола шыққан. Оның өнер жолындағы белсенділігі мен жетістіктерінде ата-ана қолдауы маңызды рөл атқарған. Қызық деректер. Бір жазда қауын-қарбыз сатумен айналысқан. 2024 жылғы жазда Қоянбаев жазғы демалысын Түркістан облысы мен жол бойындағы саудагерлерге ағзаға пайдалы өнімдер, қауын-қарбыз, қызанақтар арқылы жарнама жасау мақсатында өткізгенін айтты. Бұл өнер жолынан гөрі бизнеспен, маркетингпен де байланысы бар адам екенін көрсетеді. Екі КВН кезінде банкет үшін ойнаған кезі болған. Өткен бір сұхбатында Қоянбаев көп КВНшылар банкет үшін ойнаған деген тақырыпта естеліктерін бөлісіп, өзіне де сондай кезең болғанын ашық айтқан. Бұл көпшілікке белгісіз, сәттілікке дейінгі кезеңдегі шынайы көрініс. 3.
мейрамханадан үйге қайтып келе жатып орамалды ұмытып кеткен. Бір мейрамханада кешкі ас ішкеннен кейін вакуумда қалған орамалды алып кеткен екен. Қоянбаев бұл жағдайды күліп әңгімелеп айтқан. Оның да күнделікті адам ретінде сахнадан тыс өмірінен бір көрініс. 4 қызметіне сай емес көрінетін сыйлық. 2025 жылы бір кеш барысында залдағы қызға еш ойланбастан қымбат телефон, iPhone, сыйлап кеткен. Жай шоу күші ғана емес, күтпеген сәттерде тосын қылықтар жасайтыны байқалады. 5 комедиядан драмаға өтуді жоспарлаған. Комедия жанрында жүрдік, енді драмаға өтемін деген пікірін айтқан. Бұл оның шығармашылық бағытындағы өзгерісі, әрі өнерге байыпты қарауына белгі.